Ісім оңсын десеңіз, сол істің маманы болыңыз. Даңқым шықсын десеңіз, көпшіліктің адамы болыңыз деп, әлемге әйгілі ойшыл, философ Әбу Насыр әл-Фарабидің даналығын тарқатып айтсақ, жастық шағы кешегі кеңес үкіметі тұсында өткен, қоғам қандай жұмысқа салса да, тез ақ меңгеріп жетістікке жеткен жастар санаулы-ақ қой. 1978 жылы мектепті бітіре сала, құрылыс мекемесінде сылақшы боп, еңбекке араласып, жастық жігері мен атана берген тәрбиенің тәлімі мен әр істі жауапты атқарған бой жеткен, аз уақытта құрмет грамотасы және де бірнеше дипломдармен марапатталды. Оның алға қойған мақсаты асқақ арманы болды. Сол арманның жетегімен 1979 жылы Ақтөбе педагогикалық институты шет тілі факультетінің студенті атанды. Жақсы нәтижемен жоғарғы оқу орнын аяқтап, жолдама мен Шалқардағы номері 21 ауыл шаруашылық политехникалық училищеге жұмысқа орналасты. Студенттердің оқуы, жатақхана жағдайы, бос уақыты бәріне аса көңіл бөліп, жастардың әрі мұғалімі, әрі анасындай куратор боп 15 жыл қызмет атқарды. 1998 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін Әлби Жангелдин атындағы жалпы орта білім беретін мектепте ағылшын тілі пәнінің мұғалімі боп еңбек етті. Әл-Фараби айтқандай, өз ісінің маманы болған бұл ұстаз біздің сүйікті апайымыз Баешева Бақытгүл Шарафадин қызы. Оқушылардың ағылшын тілі пәніне деген қызығушылығын арттыруда көп ізденіп, жаңа ақпараттық технологияларды меңгеріп, әр түрлі әдіс тәсілдерді қолдану арқылы жинаған тәжірибесі облысқа таратылды. Пәндік олимпиада, эссе байқаулары, ғылыми жоба конкурстарында шәкірттері ұстаз үмітін ақтай білді. Елбасының 3 тұғырлы тіл саясатын жүзеге асыру міндеті Бақытгүл Шарафадин қызының шабытты ізденісіне орай келіп, жүлдегер оқушылары республикалық, халықаралық аренадан көрінді. Әркез оқу жетістіктерін сырттай бағалау, ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындық жұмыстары туралы авторлық бағдарламалар жазып, пікірлермен семинар конференцияларда бөлісіп, жаңашыл қызметтер аясында эксперименталды жұмыстарын жүргізіп отырды. Баспасөз бетіндегі үздік сабақ үлгілері мен зерттеу мақалалары соның айғағы. Қоғамдық іс-шаралардың жанашыры, жақсы бастамаларды қолдап, қол ұшын беретін адал қасиеті Бақытгүл апай жетекшілік еткен сынып оқушыларына дарыған. Біліммен қанаттанып, тәрбиемен талаптанған бірнеше алтын белгі, ерекше аттестат иегерлері шықты. Бүгінде ел мақтанына айналған. Ағылшын тілін жетік меңгерген шәкірттері алпауыт елдердің төрінде алшаң басып жүр. Құрметті Бақытгүл Шарафадин қызы, сізді бүгінгі құрметті еңбек демалысына шығуыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Қадірменді менің ұстазым, сіз бізді 5-ші сыныпқа аяқ басып келгенде шын жүректен қуанып, құшақ жайы қарсы алғаныңыз әлі күнге дейін көз алдымда. Міне осы күні сол ұшырған түлектеріңіз жоғарғы оқу орындарын тәмамдап, бір-бір мамандық иелері атанып отыр. Сіздің үйреткен ағылшын тілімен мен де бүгінгі күні 9 мемлекеттің есігін айқара ашқан болатынмын. Dear Бақытгүл Шарафадин қызы, my congratulations on your retirement. Dear my teacher, thank you for encouraging me when I was struggling. Your classes taught me how to be a better student. You helped me see what I could be. I really don't know what I would have done without your help. You stood by me when I most needed it. I liked having you as my teacher. You have my respect and gratefulness. You have been a qualified teacher and simply a good friend. Thank you for all that you have done. I wish you all the best of the world. Be healthy and strong. Just have a rest and enjoy your life. You are the best teacher ever. I will never forget you. Thank you so much.
шынайы ұстаз бақытына бөленген Бақытгүл Шарафаддинқызының адами болмысы, азаматтық жауапкершілігі, аналық пейілі өз ортасын қашанда қуанышқа бөлейді, жаныңды сүйсіндіреді. Бүгін зейнеткерлік демалысқа шығып, мерейтойын тойлап отырған ұстаз өмірде де бақытты жан, үлкеннің батасын алған ана, адал жар, бақытты әже. Мерейтойыңыз құтты болсын, бақытыңыз бен берекеңіз арта берсін.